Махаббат ертегісі 22-ші бөлім. Бүгінгі бөлімі өте қызықты эпизодқа толы болады. Махирге Жанпизаның досы Сара звондап айтады: мен алаңдап тұрмын. Жанпиза 20 минут бұрын телефонын өшіріп тастады. Оның бұл жақта, бұл елден кетуіне сенің әжең себепкер. Ол келіп осылай өзінің адамдарын жіберіп, екеуін Грецияға кеме айлағына жіберді дейді. Махир сразу машинасын кері бұрып тезірек кетеді. Ал мұнда әжесі ол екеуін күтіп отыр. Капитан жазып жатыр, айтып жатыр: келген бойда сразу кетіп қалам дейді. Осылайша кеме айлағын көрсетеді. Ол кеме айлағында Жанпиза мен әжесін әлгі Асеп ханымның адамдары осы жаққа келеді. Өйткені осы жерден көзін құртқысы келеді. Греция деген ат болғанымен оны өлтіруге бұйрық шығарды. Ал мұнда Махир іздеп жүр, тіпті кетіп қалды деп те ойлайды. Сонда да берілмей Жанпизаны іздейді. Жанпиза болса кемпірдің қарақшылардан құтылу үшін асығып туалеттен кіріп, одан кейін таксиге мініп қаша жөнеледі. Бірақ артынан оны таппай қалған осы күзетшілер бар. Ол күзетшілер кемпірге звондап жатыр: қыздар кетіп қалды, таппай қалдық, келмеді дейді. Ал оны Асап мырза тыңдап отыр. Ол кемпіріне ұрсады: сен не білдірдің, қойсаңшы, қашанға дейін бұлай жалғастырмақсың, біз рұқсатымызды береміз дейді. Осы кезде Махир звондап: Жанпиза қайда оны жібердің деп айқай шығарады. Ал кемпір болса: еш уақытта айтпаймын, екеуіңе қосылуға қарсымын дейді. Кемпірді тыңдап жатқан Махир жоқ. Көрте тұр, мен ол қызды есігінің алдына қол ұстасып барамын, сенің үйіңе кіріп барамын деп айқай шығарды. Кемпір болса: көрте тұр, мен ол қызды бәрібір қабылдамаймын дейді. Ал мұнда Сәлім Сыланы ұрлап кеткен. Бірақ бұл жағдайда Сыланың өз әкесі келіскен Сыланы ұрлауға, Жанпизаны қайтару үшін. Бұған Сыла әлі де сенбейді. Кешке кәуап жейміз деп жатыр. Кемайлақтағы қызметшіден камерадан қараған Махир Жанпиза мен әжесінің ешқайда кемеге мінбегенін көреді. Ол камерадан жаны ұшырап қорқып, күзетшілерден қашып баратқан бейнесін көрсетіледі. Осылай қашып таксиге отырады. Сол таксидің нөмірін барлығын біліп алған Махир және Жанпиза мен әжесінің қайда екенін, қай қонақ үйде екенін барлығын видеокамера арқылы және такси арқылы біліп алады. Сыланың қашуына тіпті Асап мырзаның қатысы бар екенін осы жерде телефон арқылы Сабыр деген адам звондап солай біліп қояды. Мына жерде кемпір мен ұлы Перман айқай шалып келеді: не деген адамсың деп. Ал мұнда Махир ғашығын тауып, оған сен еш уақытта кете алмайсың, кетсең де жүрегіңде мен тұрамын деп әсерлі сөздерін жеткізіп жатыр. Ал өткен сәтте Сәлімге Сыланың әкесі келеді: менің қызымды ұрлап кетті. Бұлар осылай жоспарлаған екен, Махирден бұрын жоспарлаған екен. Ал мұнда соның дәлелдемек ретінде Сылаға звондайды. Сөйтеді Сыла барлығына: мені ешкім ұрлаған жоқ, мен өзім кеттім дейді. Осы кезде Асап мырзаның үйіндегілердің барлығы шок болып қалады. Тіпті Сыланың үлкен атасы да таңғалып қалады. Осы келесі бөлімде өз ұлын атып өлтіреді. Намыс үшін, қайда бар намыс үшін? Жалғасы қызық болса келесі көріңіздер.